Махаббат жасқа қарамайды. Бұл тәмсілді қос қолдап қолдаған Еркінбектің бұрынғы жары неліктен қашқақтап жүр. Еркінбектен ажырасып кеткен адамым 5 жыл болды уже. Біреудің өмірін болды, все, көп сөйлемеңіздер, болды, все, жабыңыздар бәрі. Бір бүйрекпен өмір сүріп келе жатқан жігіт ағасы туған ұлына қалайша қол жеткізбек, әлде өзге жар алудың қамына кіріспек пе? Жолдасым екеуі Талғар жақта бір ауылға көшіп барған екен. Бір еркектің үйіне, оны мен білмеймін де, оны айтпайды, оны баламыз звондамаса. Еркінбектің ел естімеген шындығын өзге емес өзінің бұрынға ел айтып бергені рас па? Сыни пікірдің пірәдәрі бұл жолы қандай жауап айтпақ? Бірер сәттен соң бірге білеміз. Құрметті көрермендер, 5 жасынан мүгедек болып қалған және де қазіргі таңда әйелімен татуласқысы келетін біздің кейіпкеріміз Еркінбек Есенбаевты ортаға шақырамыз. Еркінбек, ана жерге отырыңыз. Тынышталсақ, тынышталамыз. Еркінбек, біздің бағдарламамызда біраз уақыт болып жүргеніңізге, өткенде балаңыз бір келді, кетті. Содан кейін әйеліңізбен хабарласа алдыңыз ба? Сөйлестіңіз ба әйеліңізбен? Осы уақытқа дейін енді өткенде тағы бір қоңырау шалған бір құрбысы бар еді, бір жылдай болды ма, деді ма? Көрген жоқпын, хабарласқан жоқпын, бірақ осындай кісі деп бір айтқаны бар. Сіз сөйлестіңіз ба әйеліңізбен? Қоңырау шалды ма сізге? Мен телефон шалуын шалып атым, мен қатарда, мен тараптан телефон соғылу болып жатыр, бірақ көтермейді, әйелмен сөйлесе алмадым. Ұлыңызбен ше? Ұлыммен де сөйлесе алмадым, бірақ ұлым қазір қайын жұртымда жүр. Қайын жұртыңызда жүр? Иә. Ал қайын жұртыңыздан ешкім қоңырау шалмады ма? Пока ешқандай қоңырау түсіп жатқан жоқ қайын жұрт жақтан. Не себептен қайын жұртыңызда бала? Анасымен емес? Енді анасымен емес болғанда өткенде эфирге балам мені іздеп кеп қалды ғой, мамасын тыңдамай. Сол тағы да кетіп қалама деп сөйтіп мамасы өзінің төркін апарып тастады деймін да. Папасына шаман алып шықты ұстайық деп. Де өзім солай ойлаймын, бірақ негізі баламды өзім қатты сағынып жүрмін, сөзін ашығын айтқанда. Қай жақта қазір балаңыз? Киіріпте, Кенен Әзірбай ауылында. Жамбыл облысында, иә? Жамбыл облысы Қордай районы, Кенен Әзірбай ауылында. Айтарлықтай қатты алыс емес. Білесіз бе, бірақ үйлерін, мекен жайын білесіз бе, нақты? Қайын жұрттың бәрінің үйін білемін, қайынның үйіне дейін білемін. Енді демалыс күндері барып қайту ойда болмады ма сізге? Енді ойда болғанда жалғаны қазақта айтады, жалғыздың үні шықпаса, яудың шаңы шықпаса, жалғыз өзің барған не бітірем байға? Жалғыз бармайым деп отырсыз ғой. Сіз әкесісіз ғой. Бардық қой, талай шап жасадық. Қай кезде барсаңыз да негізі сізге көрсету керек заң бойынша. Бірақ ойда болып жүр енді, бірақ бір мәселе жолдасымның тұрып атқан жерін таптым әйтеуір. Енді Құда қаласа сол тұрып атқан жеріне барып өзім бірінші әйеліммен сөйлесіп, бұл болмайды ғой, баланың тағдырын ойлауға болмайды ертең. Менің де болса да денсаулығым жоқ қазір. Жалғыз мен сеніп отқан Құдай берген балам, бірақ балам бар. Бұдан кейін басқа біреу үйленгенде бала болам, болмай ма? Ол да бір Құдайға аян мысалға. Ертең баламыз өсіп қойған, естіліп қойған. Сол қате мен үшін болмаса да, бірінші Құдай үшін, екінші балам үшін, және мен үшін бір мүмкіндік бер деп әйелім алдында барсам ба деп отырмын. Тұратын жерін өзім кеше таптым жақында. Соңғы рет көшірген жерін білем қай жерде екен. Енді соған шаг жасап барсам ба деп отырмын. Жақсы. Түсінікті. Дина? Еркінбек, сіз өте қатын құмар адамсыз ғой. Мына жерде бүкіл әйелдердің артынан соңынан еріп жүрсіз. Кезінде әйеліңізбен қол ұстасып жүргеннің өзінде де басқа әйелдерге көз салатын болғансыз ғой. Сол себепті сізден ол әйеліңіз ажырасып, қазір сіздің бетіңізді көргісі келмей отыр. Сол себептен, өйткені сіз қатын құмарсыз. Енді жауап беріп кетейін. Иә, маған жауап беруге болмайды.
Мынау енді Сізге айтып отыр ғой Дина, өткенде де айтқам осы жерде. Енді мына жерде бәріміз де тәуелді болып келіп отырмыз ғой сіздердің алдарыңызға, кел татуласайық бағдарламаға сөзін ашығын айтқанда. Мен мына кейде қазір шынымды айтсам көп адамдар сұрақ қояды, неге көзіңіз қызарып кеткен, неге күнде қызарып жүреді. Мен қазір ұйықтап жүрген жоқ, мені қасымда кейінгі кейіпкер Раушан біледі, сағат 4-5-те. Уже қазір мазам қашып жүр. Баламды ойлаймын, әйелімді ойлаймын. Мен просто бұл кісілермен бәріміз бірге жүрген неге анда-санда өз-өзімде іштей тежей бермей, көңіл көтерейін деймін де. Атақ әйелімнен сұрасаңыздар, Құда қаласа әйеліммен тіл табыссам әп келем. Әйелім біледі мені, басқа өзге адамға бармайтынды да сөзін ашығын айтқанда. Мен балам мен әйелімді қатты жақсы көремін. Арасын айтқанда. Онда неге әр қатының артынан неге еріп жүрсіз? Неге еріп жүрсіз әр қатының артынан? Көрінген әйелді көрсе болды. Қасынан неғып кете алмай жүреді ғой. Сол себептен ажырасып кеткен әйелі. Дұрыс деген негізі қатын. Ер азамат негізі сұлулықты жақсы көреді. Ал біз үшін сұлулық ол әрине әйел азаматшасы. Енді Еркінбек қалжыңдасып, сөйтіп ойнап солай тиісіп, сөйтіп сөйлеп қалжыңдап сөйтіп жүретін шығар. Бірақ көрінген әйелдің... Ішкі жан дүниемді де дұрыс айтасыз. Ішкі жан дүнием бұл кісілер көп білмейді ғой. Мен негізі өмірде ауылдағыларды айтады, мен ақ көңілмін, ішінде ешқандай сыр сақтай алмаймын. Біреуге сосын кек сақтау деген жоқ. Бұлай ашық жарқын ойымда не бар айта салам. Соны жұрттың ойында не бар соны сұрап білгенге асығып өзім сондаймын да. Бірақ күнде көзіңіз қызарып келеді да мына студияға ше. Мен бір нәрсені байқап жүрмін. Күнде негізі ішіп келесіз осы жерге. Сосын ұзын құлақтардан естідім, оған да дәлелім бар. Ішет деген әңгіме естідім мен сіз туралы. Тақыр мырза, тағы да жауап берейін осы сөзіне. Жаңа ғана айтып отырмын ғой, мендек доғдырлардың алдына барсаңыз, мен айтады, глазнойда мына 18-ші поликлиника біледі. Кезінде маған квота беріп отқан кезде, аға сіздің көзіңізге жақындырақ келіп қарасаңыз, ақш шелі басқан қара тошқын жауға. Соны ертерек алдырып тастамасаңыз, лазермен квота берейік деген. Мен бас тартқан өйткені мен қазір көзім көріп тұрған ертең көзімді шелінді алдырамын деп соқыр болып қосам. Көзім бар кез көріп тұрған кез әйелмен баламмен жете алмай соқыр болсам, осы жете алмай қалам ба деп қорыққам мен. Керегі жоқ деп. Сол әсер етеді. Сосын глазной давление обаста бар менде. Мен ішетін болсам, қасымда Раушан отырып өтірік болса айтсын. Еркінбек аға, өткенде ішкенсіз ғой сіз, оның дәлелі бар негізінде. Шынымен негізі ішетін рас па, жоқ па, сондай бір нәрсені байқадыңыз ба? Бұл кісінің мен келгелі ішкенін көрген жоқпын. Кім еді мына кісінің аты? Дина ханым, сіз үйге барып көрдіңіз ба ішіп жатқанын? Жоқ, мен дәлелім болып тұр, бұны бір жігіт таниды да, соған андай пип алып бер, арақ алып бер деп қарыз болып кетіпті да бұл Еркінбек. Мына жерде мен сөзін сөйлеген... Неғып звондап айтам дейді бұл жерге. Өзім бір күні звондап айтам дейді. Жерде мен сөзін сөйлегенім емес, мен келгелі көрдім, бірақ мен ішіп жатқанын, не жатқан бөлмеміз бөлек. Мен өзім жаңа сестренкім, апам бәріміз бір бөлмедеміз. Бұл кісінің мен бөлмесіне кіріп не істеп жатсыз деп өзім көрмегеннен кейін мен айта алмаймын, ішіп жатыр, ішпей жатыр деп. Мен ол жағынан жауап бере алмаймын. Бірақ енді белгілі нәрсе да, екі көз алдамайды да, адамның басқа жері алдаса да, екі көзі алдамайды да, көзі күнде қызарып келеді да. Сіз бәрін дәлелмен сөйлейді екенсіз. Мен дәлелім бар, оған звондап айтам деді. Телефонымда бар дәлелім. Сіз қай күні маған да күйеуіңнің көзіне шөп салғансың, мен дәлелім бар. Оған да дәлелім бар. Дәлелім бар, оған дәлелім бар. Сен кіретін кезде, Ержан, любой сұрақты қоя бер, бұл жер деген шау ғой деп тұрып, өзің емес па айтқан? Ал жауап айтқан жоқпын, өйтіп айтқан жоқпын. Олай айтқан жоқпын. Жауап берсіз өзіңе ал. Ержан солай айтты ма, Дина? Жоқ. Ондай әңгіме болған жоқ. Қосып айтып жатыр, қосып айтып жатыр. Болды, Дина. Қоспай 4 баламның атымен анкетен қосып айтқан жоқпын. Сен көзіне шөп салдың ба? Демек көзіне шөп салдың. Оның дәлелін күйеуің келіп айтып отыр, мына жерге Қызылордадан келіп айтып отыр. Күйеуің өте момын, бас қыстағансың, еркек әбден езіп қыстағансың. Дина, менің қасыма қосымша жүргізушінің қажеті жоқ әзірше. Бірақ қалаймын жанымда жүргізуші болған. Қазір біз Ержан жаңа айтқаның айнаның қасында? Жауап бер. Қай күні Еркінбек ағаға звондады өзі, қараңыз мені. Мен тыңдап алыңыз, мына кісіге звондады түннің бір уақытында. Ертең мен 15 мысыққа қосылмайтын болдым. Ертең сені мен жақсы көрем деп айтам да, эфирде шығып кетем. Даудың басталғаны Еркінбек ішеді ма, ішпейді ма, бітті. Содан Динаның дәлелі бар, Раушанның жақта өзінікін айтты. Раушанға берейікші микрофонды. Микрофон беріңіздер, ұстап отырмай, тығып отырмай. Айтыңыз. Мен айтайын. Жаңа дау, жаңа болған дау.
Дина жайды ма? сіздің пікіріңізден кейін дау болды бұл жерде. Біз жарнамаға шығып кеттік, сіздер бұл жақта. Біз осы жерге кірмей тұрған кезімізден айнаның қасында макияж жасайтын жерде Дина мен Ержан тұрды. Мен қасымда айнаға қарап тұрдым. Сол кезде Ержанға айтып жатты: "Ержан, бұл шау ғой, бұл жерде әркім өзінің ойына келгенде айта береді" деді. Сосын мен үндеген жоқпын, кетіп қалдым. Бірақ Ержан сол жерде естіп, Ержан ол кезде үндеген жоқ. Екінші микрофон қайда? Кімде? Екінші микрофон қайда? Ержан, жауап бер. Болды ма сондай әңгіме? Не болды? Айтты ма Дина солай? Дина айтты ма, бұл шоу ғой, не болса соны айта бер. Еркебек братанға пікірімді айтайыншы. Ержан, айтсай, тыңдалайықшы. Сен қазір менің қойған сұрағыма жауап бер. Ол жерде ше, білмеймін ше мен. Қалай білмейсің, мен құлағыма естіп тұрмын ғой, Ержан. Еркексің ғой, сен мойындасай қатия бір рет. Дина айтты ма, айтпайды ма? Ержан, Ереке, былай ғой. Қоя тұр, сосын маған қоясың сауал, мен саған жауап берейін. Ержан, жаңа сен анаяқта редакторлармен сөйлесіп отқан кезде саған айтты, дұрыс па? Сен үндеген жоқсың. Сол жерде айтқаныңды мойындадың редактордың алдында. Енді осы жерге бүкіл халықтың алдында мені өтірікші қылмай мойында. Егер оны айтпайтын болса, тағы мен шындықты айтам. Жоқ, әркім өз шындық өзі. Ержан, Есіме түспей тұр. Өтірік айтпа, есіңе түспей тұрған эфирге біз кірмей тұрғанда макияждың қасында айттым. Бояндым ол жерде. Көп әңгіме болды, оның бәрін айтып отырсам. Жоқ, Ержан, сен көп әңгімені айтпай-ақ қойшы. Именно бұл жер сондай ғой, любой әңгіме ойына келгенде айта бер дегенде айтшы болды. Брата, сен негізі алқашсың ғой, мойындасай. Мен ол кісінің алқаш емесін мен неғып атқан жоқ, маға сол сұрақ қой, мына екі адам біз Енді жауап берейші енді. Жоқ, Ереке, сен алқашсың ғой. Арақ ішесің сен. Мойындасай. Жоқ, қазір мына айтып отырған. Тұра тұр, сен Ержан, бірінші айтшы. Динаның сөзін жауап берші сен. Жоқ, ол мен есіме түсірейін қазір. Сен қой есіме түсті ғой, сен еркек болсай. Рас болған соң бұл кісі ананың сөзін сөйлеп мені... Жоқ, бұл жерге бір бүйрегім істемейді, үй керек деп кеп отырсың, Ереке. Сен түгілше аузына су тамызып атқан жарым жандарға өкімет үй бермейді қазір. Сен армандап отырсың, бірақ сенің арақ ішетінің рас. Мойындашы. Қазір мен айтайыншы еркекше. Егер осы сөзге жауап бере алмасаң, сен су айтсың. Конкретно айтамын. Ержан, тұра тұр. Еркекше айтайын. Қазір жасайық, мен бір нәрсені айтайыншы. Мүмкін сіздердің өздеріңіздің бір шоуларыңыз бар шығар, өздеріңіздің араларыңызда. Тыңдаңызшы. Сендердің өздеріңнің шоуларың бар шығар араларыңызда. Бірақ Раушан, тыңдайықшы. Бірақ біздің бағдарламамыз Дина, сіз айтып ойлап атқандай, немесе басқаңыз мүмкін ойлап жүрген шығарсыздар бір шоу деп. Жоқ, біздің бағдарлама шынайы. Бізге татуласуға келдіңіздер. Тағы да қайталап айтам, мүмкіндік болғаннан кейін жәрдем беру, қол ұшын созу, ол жағынан біз аянбаймыз. Бірақ біздің бағдарламамызды өтірік шоу деп айтудың қажеті жоқ. Жарай ма? Естеріңізде сақтаңыздар, және біреудің өмірі ойыншық емес, біреудің тағдыры ойыншық емес. Қазір сіздер қателесіп, өтірік, жалған бір пікір айтып, ақпарат берсеңіздер, тыңдаңыздар, ол ертең кез келгеніңіздің тағдырыңызға әсер етуі мүмкін. Сіз неге ана ханымға айтпайсыз? Сен күйеуіңнің көзінде шөп салған дәлелім бар деп тұрып, өшетті бақыр айтып қойып айтты. Енді кеп күйеуің айтты, сол күйеуімнің айтқан дәлел болып тұр ма? Сол кісі неғып айтпайсыз? Ал мына кісіге айтатыным, сіз Раушан көріп отыр деп мені араластыра бермеңіз. Итак, маған неше түрлі әңгіме келіп жатқан көзіңіз көріп отыр. Мен бұл кісінің бөлмесіне кірмеймін, үйден тамақта ішпеймін. Бір сызықпен туалетке кіремін да шығам болды. Бұл кісі бөлмесінде арақ ішіп жатыр ма? Қатына келіп жатыр ма? Ода менің шаруам жоқ. Вообще бұл мен жайлы әңгіме қозғамаңыз. Енді тақырыбымыз Ержан мен Динаның сөзіне жауап берейінші, өтініш. Қазір дәлелім бар деді, бірді ма? Екеуі де айтып отса, мойындаса, Ержан да айтып отса, сіз ішесіз, еркекше мойындаса, бұл үй бересін. Мен үй сұраған жоқпын біріншіден. Сіздер түсініңіздер. Мен бір бүйрек адаммын. Арақ ішпек тұр, су ішемде түнде неше рет далаға шығамын, Құдай білсін. Кейде қатты ұйықтап қалсам, жіберіп қоятын жағдай бар. Если сол сөзіңе конкрет жауап беретін болсам, міне студияның үстінде отырмын. Біреулер шоу десе сол шығам, мен үшін шынайы бағдарлама. Қазір осы жерге жүзішті шақырыңызда анализ алыңыз, дәл қазір экспертке апарсын. Если мен бойымнан 1 грамм спирттік қан шықса, мен сонда еркек болмай кетем, пенсиямда керегі жоқ, бала шағама да қосылмаймын. Спорға кетесіңдер ма? На принцип. Ержан, сен дәлелің жоқ. бәсесесің ба? Бәсесесің. Еркекше. Тоқта. Сен айтайын. Ереке, былай жасайық, тоқта. Ержан, балаң келген кезде ше? Балаң келген Балаң кезде деген мен вокзалда тұрасың ғой сен, мен үйіңе бардым ғой. Мен жаңағы ыдыс аяқтың не тамақ пісіретін сол менің ыдысымда, ол үйдегі. Сен сол кезде балаң қасында бір ана шикушкіңді ұстап, ана жерде, Ержан. Жақсы болды, Ержан. Жоқ, бәстесем деді ғой. Жоқ, бәстесем мен, сен жақсы болды, доғарайық. Мен сіздерге еркек. Ержан. Өліп кетейін деші. Ержан. Осы бағдарламадан шыққанда өліп кетейін деші. Айтамайсың. Өліп кетейін, бәстесекші.
Арақ ішкесің ғой, мойындасың. Жоқ, бәстесек те енді еркексің ғой, сен ышаң киіп жүрсің, мен де еркекше Балаң куә ғой сенің қасыңда екеуің арақ ішіп баламды да алып келем, баламды да алып келем. Сен қалай айтып жатсың, екеуің арақ ішіп жаттыңдар ғой. Жоқ, баласы куәда, баласы бар кезінде ішкен бұл. Маған айтқансың сен. Ой, Аллахым. Ереке. Ержан. Құдай тас төбемнен ұрсын. Ержан, дауысын шығара бермеші, Ержан. Сен бір сөз, сен еркек бол, анаң айтқан сөзін айтып жатқан сен бар ғой, сен еркектің дейсің. Сорласайық деді ғой, еркекше. Сендер мені тыңдайсыңдар ма, тыңдамайсыңдар ма? Не болып кетті? Болмаса мен шығып кетейін, тұра тұр Ержан, болды. Болды сен, үндемеген сен кәдімгідей оталып баратсың ғой сені. Болды, бәстесесің, көреміз қазір. Жарнаманың кезінде, тоқтаңыз. Жарнаманың кезінде бәстесесіздер. Айгерім, не айтайын деп едіңіз? Айтарыңыз бар ма? Қызғалдақ. Мына жерде мынандай ғой, сіздер Еркінбек ағаны сөйлемейтін адам сөйледі. Үйтіп Еркінбек ағаны үйтіп қаза бермеңіздер. Енді ішсе өзінің денсаулығы, ішсе өзі үшін ішеді. Сіздер бұл жерде өздеріңіздің проблемаларыңыз үшін отырсыздар ма? Өздеріңіз шешіңіз де өздеріңіз кетіңіздер. Әрқайсың біріп келіп тисе бермесеңдерші Еркінбек ағаға. Сосын Еркінбек аға мен сізге айтайын деп едім да. Енді сіз жақсы адамсыз, оған әңгіме жоқ та, бірақ өз-өзіңізді жұлдыз санауыңызды қойыңызшы, өтініш. Кеше ол бірге тамақ ішкен кезде мен жұлдызым андаймын, мындаймын. Мен ойлаймын, сіздің осындай тәкаппарлығыңыздан сіздің әйеліңіз кетіп қалды да. Енді Динат те өзі жабысатын шығар, сіз оған жабысатын шығар, ол өздерінің темаларында. Бірақ сонда да бүйтіп тәкаппарланып, мен жұлдызым, мен телевизорға шықтым, үйттім, бүйттім деп мұрныңызды жекіріп, денеңізді көтеріп жүрдің қажеті жоқ. Еркексіз ба? Еркекше жүріңіз. Мына жерде еркек боласыз ба? Нормально отырыңыз, еркекше. Біздің әрқайсымызда ақыл айтатын ойыңыз бар да, ақыл айтатын жастасыз қазір. Сіздің жүрісіңіз, мына жүрісіңіз баланың жүрісінде кішкене өз-өзіңізді еркекпін, үлкенмін деп сезініңізші, өтініш. Рахмет. Ержан, мен рұқсат берген жоқпын, тұра тұр. Ержан, болды. Қыра алмайды бұл. Ержан, сен де жетісіп тұрған жоқ. Қырға келгенде баспанаң жоқ, үйің жоқ, тірлігің жоқ, ашейін жүрген біреусің ғой. Бұда сен де үйдегі жоқ қой, жұртқа ақыл айтпай ақ қой. Ержан. Қатыныңмен татуласасың ба, татуласта кет. Ержан, микрофонды қой. Шықшы. Студиядан шықшы. Дұрыс болды, шық. Қатын адамдар отырған ғой, мұндай жер еркектер ғана отырады, мужчина. Барып кішкене салқын су ішіп, бетіңді жуып, сәл кішкене ыстығыңды басып ал. Абай аға, не айтасыз? Рахмет ақырымызда. Мен ерге айтатыным қыздарға бәріне. Еркекті үйтіп баса беруге де болмайды. Расын айтайын. Кішкене сыйласымдық болу керек. Ал енді міне Еркінбек жаңағы аңғармай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Бұл жерде жаңағы Раушанның өзінің тағдыры бар. Дұрыс па? Сен енді Раушанның келіп, тағдырына кеп, ананың үстіне кеп, ана жамауды кеп, оған тағы да жауып жатсың. Раушан біледі деп. Ол керегі де жоқ. Көрдің ба енді? Ал мен саған ана Дина келген кезде мен саған айттым. Керегі жоқ ондайды. Ол бәрібір шығады деп. Жоқ, барып құшақтасып, сүйретке түсіп. Бәрі шығып жатыр енді. Өзіңе кеп, жаңағындай таяқтың екінші ұшы кеп тиіп жатыр. Міне, соны айтып кетейін. Жақсы. Рахмет. Еркінбек, сіз Алматыға келген кезде Таугүлдегі ауруханаға барып көріндіңіз, қаралдыңыз. Қандай дәрігерге бардыңыз? Не болды? Не айтты? Мүгедектігіңізді рәсімдей алмай жүргеніңіздің басты себебін айтыңызшы. Нақты. Таугүлге бардыңыз, қандай дәрігерге жолықтыңыз? Енді атын ұмытып қалдым, бірақ ана Таугүлдің главный корпусына барған кезде, пәленше ғой деп ол атын жазып берді мен редакторыме. Ол кісіге хабарласқанбыз. Ол МТБ-да саябақта отырған жоқпыз, кішкене. Енді ол тек мәселесін ол кісілер айтқан кезінде біздің қолымыздан келеді түгі жоқ. Бұл кісілерге Таугүлге мен күйе жағып отқан жоқпын. Рахмет. Талай қарады. Квота сұрасам уақытылы беріп тұрды, дәрдемек беріп тұрды. Енді Пітекке біз жауап бере алмаймыз дейді. Бұл жерде қинап тұрған мен Пітекті. Пітекке барасын, анау дейтін, ары бер жыл кейін кезі қазір 7-8 жыл болды, бәлінсіға жатпағарма. Өйткені неге жағдай көтермейді. Қазір сол дәрігер Роза ханым байланыста. Алло, Роза ханым, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Еркінбек деген жігіт танисыз ғой, Еркінбек Есенбаев? Жоқ. Сізге қаралуға барған екен Таугүлдегі ауруханаға. Білмеймін, қазір ойымда жоқ. Саламатсыз, аты кім дедіңіз? Роза. Роза тәте, саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Сіз ана Таугүлдің корпусында МТБ жақта, қалқама жақта МТБ деген секретар бар ғой? Иә. Сол жақта заведующий болып істедіңіз ба? Иә. Мен 7-ші больницаның үстінен скорыймен 39-40 болып ауырған кезде, больница қабылдамаған кезде денсаулық сақтау министрі мен президентке хат жазып едім ғой, білесіздер ғой.
Білмеймін, қазір есімде жоқ, ол қай жылдары? Енді 2010-да 1 минут тұра тұрыңыз, енді сөзімді бөлмей. Арыз жаздым ғой. Аха. Сол кезде сіздердің қарамағыңызда былай ана документ бойынша ана көшемен көше аралап жүріп жүгіріп жүретін бір әйел кісі үйге іздеп келді ғой, сіз біздің үстімізден арыз жазыпсыз ғой дедіңіздер ғой. Сосын мен сіздерге түсіндіріп айтып едім, мен жазған жоқпын, мен осындай скорыймен 7-ші больницамен барған кезде қабылдамай қойды. Нұр Отан денсаулықтың министрі бізді сіздерді бар тексеріңізші, Еркінбек өтірік айтып отыр ма, өтірік айтпай отыр ма деп. Ол кезде мен Қалқаманда Мейіржан Масжан 65-ші үйде квартирада тұратын едім ғой, білесіз ғой сіз. Білмеймін, қазір ойымда жоқ енді, ол 2013 жылы болса 10 жыл өтіпті ғой. Иә. Қанша адам өтті одан бері? Содан сіз қазір ана Дубокқа ауысып кеттіңіз ғой? Иә. Дубоккада бардым ғой, тәте, сіз айтып едіңіз ғой маған, больницаға аптекке өтуге болады деп, бір қағаз дайындап бердіңіз ғой, бір емес 2 рет Қарахан Батыр көшесі 10-шы отделениеге барғаным рас қой. Білмеймін енді оны. Енді 10 жыл өтті ғой, әрине кімнің есінде қалады? Сіз кеше алдың күн жеген тамағыңыз есіңізде бар ма? Жоқ, жалпы ұмыттым ғой. Соңғы рет қашан бардыңыз? Соңғы рет сол 2010-да сол осы кісілерге тіркелдім да 2011, 2012, сол 2013-те сол жер. Одан кейін ешқайда барған жоқсыз. Жағдай жоқ қой, жағдай жоқ. Қайта больница, былай ауырмасаң, больница өздері айтады тектін адамдар. Больницаға жыл сайын 2 рет жату керек. Қалай жатасың? Барып жатқым келіп жатайын, мен денсаулық бір бүйрегім жоқ. Қатайып ем алып шығайын, пенсиясына жоқ, ауыруым керек, анализ өзгеру керек дейді. Содан кейін жалпы былайша айтқанда 8-9 жылдың көлемі болды. Сіз ешқайда барған жоқсыз, ешқандай дәрігерге жолыққан жоқсыз. Осында 7-8 жылдың көлемі. Еш жаққа бармай, жағдай жоқ. Барсаң алмайды, осында күйіп кеттім. Сосын осы сіздердің барларыңызды көрдім да, әділетті таппадым ғой, Қызылордадан да, неден де таппадым ғой деп келіп отырмын. Қазір сіз енді инвалидность өтуіңіз керек па, не шаруа? Мүгедектігін рәсімдеу керек. Бүйрек мәселесімен, бір бүйрек қой менде, пенсия туралы мәселе. Еркінбек, сіздің есіңізге түсті ма, дәрігер? Түсті. Роза апай. Роза тәте байланысты ма екен? Роза тәте? Алло. Ол кісі қазір байланысты емес, бірақ сізді естіп отыр. Роза тәте білмеймін қалай танымайған. Ол таниды ғой, мен кеше сол главный корпусқа барып документ ашқан кезде сол кісіні заведующий болып тұрған. Кеше дейсіз бе? Иә, кеше жақында барып. Қанша уақыт бұрын? Осы 1-2 күн бұрын ғана барып келдік Тауылдың главный корпусына 18-іне. Осы кісімен осында сояққа тіркелгенде қазір ол кісі қазір Дубокқа ауысып кетті деп заведующийдің өзі сөйтіп айтты. Паспортымды қарап тұр, базадан тауып берді. Жоқ, сіз дұрыстап тыңдап түсінсеңізші мен айтып отырғанымды. Сіз осы күн кеше бардым деп отырсыз, 1-2 күн бұрын. Сіз осы Роза деген апаймен жолықтыңыз ба? Ол кісінің орнында жоқ. Бұл кісіні сіз қанша жыл бұрын көрдіңіз? 2012-де соңғы рет көрдім, одан кейін көрген емеспін. 2010 дедіңіз, 2012? 2010-нан бастап тіркеуге алды ғой ол. Тіркеуді алды ғой. Білет бұл кісі танымаймын деп, ертең Дубокқа барам, мен осы кісі ғой, бір ана аптектегілер, Тараздағы аптектегілер, мына қағаз дұрыс емес, мынандай қағаз берші деп айтып айтыр екен деп, жарайды деп, оны да дайындап берді бұл кісі. Екінші рет барғанда да өте алмадым. Дегенде айтып едім ғой алдында, бір комиссия келді, жолығатын болып, Қарахан Батыр кешенесіне қондым деп. Азында барсам, ана милиция шақырам деп қорқытып тектін адамдар деп едім ғой мен. Сосын мен шақыра бер, мен заңды, мен біреуден ақша сұрап келіп отқан жоқпын. Заңды өзіме құқық пенсиямды шығамай келіп отырмын деп айттым мен. Сөйтіп онда да шығамай келдім ғой. Сосын ба бұл кісілер айтқан Роза деді. Неге шығармай түсінбедім. Негізі заң бойынша сізге 2 болмаса да 3-ші группа беру керек қой, сіз жұмысқа жарамайсыз, ауыр жұмысқа. Сол пенсия университетке алуға болады деп. Ауылдағыларда да көбісі сондайды. Сол птекпен қаралып қойып, қазір 7-8 жыл болды, больницаға қаралмаған. Шаршап кетті больницадан. Аймақтық дәрігеріңіз қай жақта? Ол кісі Қызылордада ғой? Қызылордада. Сіз сол жақта тіркеудесіз қазір? Қазір мен Қызылордада осы жолдасымен ажырасқан Қызылордаға тіркеп, әке-шешем үйінде тұрмын тіркеуде. Ол жақтағы дәрігерлермен де жолығып сөйлестіңіз ба? Ол кісілер не деп отыр? Ояқтағылардың мен талай шығып кетті, менің алдымда қырылысқан адамдардың бәрі біледі, бәрі. Ысқақов Сәулебектен бастап біледі, бәрінің фамилиясын білемін мен. Ысқақов Сәулебек қазір бір сол кезде мен пенсиясы қуалап жүрген кезде алдына талай барғам, главврач болып отқан кезде, ең үлкен болып отқан кезде. Қазір ол Ысқақов Сәулебек Қызылордаға пенсияға шыққан адамдардың құжаттары болады, архивке қосып кеткен. Орнына қазір басқа біреу келген поликлиникаға. Сіз қашан жолықтыңыз, қашан болдыңыз, қанша уақыт болды сол Қызылорданың өзіңіздің аймақ дәрігеріңізде? Мен соңғы рет қашан жаттым, ұмытып қалдым ғой, 2017-де ме, 2016-да ме жатқанмын әйтеуір.
жатам, емдеп шығарады, ауырып қалам, ауырып жатады, бітекке барам, бітек олар жасап бер, жан дегендей тірлікті, барсаң өткізбейді бітек. Шалабаев Әліқожа дегенде болған. Ол пенсияға кетті, сонымен прокуратураға дейін барған мен. Аяғында бүткіл врачтардың бәрі жалынып, главврачтардың бәрі. Мына арызында отказной қылып жазып алсаң, біз сізді пенсияға шығарам деп берген. Сол отказной жазып алмаймын ба? Үйдегілер қорыққан екен, милицияға қаматады, сен ақыр құрайсың, заңның түбіне жете алмайсың деп. Сөйтіп алсам, Қызылордаға өлтіріп тұрып, ана қағаз жазып беріпті. Мына бала мен угрожать етті, сөзбен қорқытты, өйтті, бүйтті деп, денсаулықта армияға кете берсе болады деп жаздым. Білмеймін ғой, қолдарын түсінбеймін ғой. Сөйтсем, Қызылорда басып, сөйтіп сіз ана кісіні сөйтіп қорқытып бердіңіз дейді. Жоқ дедім. Мынау жазу не дейді? Екі ортада опять мен тұлып қалдым. Сол кезде маған айтқан Абдуллаев Бақыт деген прокурор болған ауданда. Сіз не бекер алдыңыз арызды деп, амауыңыз керек еді деп. Қазір бізге Шымкенттен қоңырау шалып отырған көрерменіміз бар, есімі Замира. Сол кісімен сөйлесейікші, не айтады екен? Сәлематсыз ба, сізге айтар бар ау. Замира, сәлематсыз ба? Саламатсыз жаным, Сахир мырза. Сәлематсыз. Менің айтайын дегенім, мынау Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын, жасым жетті. Мына Ержан деген жігіттің не деген сөзі, адамға ұнамайтын тірліктері. Одан қалса мына Раушан деген кеше келді, не деген сөз о да, кеше келген күйеуін басып тастаған соншалықты момындығы. Анабайға тиеді, мынабайға тиеді, жүрісті мынау. Қазірдің өзінде де дікең. Мен бұның әкесіне, шешесіне рахмет айтқым келіп отыр, осындай қызды туыпты Қазақстанға. Не деген сұмдық бұл? Басқалар жүдә жақсы отырады, баласын, мүгедек баласын бағып, рахмет ол келіншекке. Күйеу тастап кетсе де баласын тастамай бағып, сөзі де, өзі де қандай жарасыз. Мынау Раушан деген не деген сұмдық қыз? Бүкіл Қазақстанға күйеуімен екеуі бала шағасы Анабайдан туған мынау. Байланыстан үзіліп кетті ау деймін. Алло, Замира апай. Үзіліп кетті. Біздің кейіпкерлерге қатысты ой пікірін айтып отыр ғой. Мадина, не айтасыз? Еркінбек аға, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мен 10 жылдан бері больницаға жатпадым дедіңіз ғой. Микрофон жақыныстаңыз. Сосын сіз айтып отырсыз, 2016-2017-те мен жатып шықтым больницаға дейсіз да? Мен бұл қалаға деген жоқ. Мейлі ғой, сіз больницаға жатып шықтыңыз ғой сіз. Ем алып шықтыңыз ғой, қай жерде жатсаңыз. Просто емде бір рет жатып. Мына жерде де екі сөйлеп отырсыз да қазір ше? Сіз өткенде жаңа мен айттыңыз ғой, бірінші әйелмен ажырасып кеткем деп, сол кезде дұрыс жауап бермеңіз, ойнап айттым деп. Рас па, өтірік па солыңыз? Ол шынымды айтайын. Ол әшейін просто мен ойнап айтылған нәрсе. Жолдасым біреу ақ мен. Еркінбек, шын айтайын, сізге тек бүйрегіңіз ғана емес, сонымен қатар тағы моральдық бір жүйкеңіз жұқарған ау. Өйткені бізде мұн жақта шатасып кетті, не болып, не қойған. Неше түрлі қазір мұн жерде бар ғой, нелер өзгеріп жатыр. Сізді айтқаныңыз то былай. Отырып тағы да бір сөйлесу керек сізге, біздің редакторлармен нақты бірнеше сұрақтар туындап отыр қазір. Сіз қазір орныңызға жайғасыңыз, мүгедектігіңізді алуға көмектесеміз әрине, бірақ нақты бізде ақпарат болу керек. Мен өзім қазір не болып жатқанын түсінбей кеттім. Қазір орныңызға жайғасыңыз.